Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Hey everybody, my name is E-Double, their name is PJ Harvey. Let's go. Mama told me. Yeah. Black paisley. Mama told me. Yeah. Come on. Әлемдік спорттың үздік футболшыларының бірі Серхио Рамос алаңдағы центр-бэк сынды позициясына қарамастан қорғаушылар арасындағы үздік сұрмергендердің бірі. Кейінде ғана Мадридтік Реал жейдесінде 100-ші голын соққан Серхио патшалық клубтың тарихындағы елеулі тұлға. Бүгінгі бейнероликте сан түрлі жүлделер ұтып, әлем бойынша миллиондаған жанкүйерлері бар Серхио Рамос жөнінде тобын белгісіз фактілер топтамасын ұсынбақпыз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Серхио Рамостың балалық шағындағы арманы ұлы футболшы болу емес, испандықтардың дәстүрлі спорттық ойыны саналатын корриданың тореадоры болу болатын. Алайда ағасының үгіттеуінің арқасында Рамос өте қауіпті спорт түрінен бас тартты. Серхио сияқты футболшы емес, көкпаршы болуды армандағандар комментарийге плюс қоюды ұмытпаңыздар. Алайда бұндайлар мүлде жоқ деген сенімдемін. Серхио Рамос дұрыс шешім қабылдау ешқашан кеш емес екенін анық дәлелі. Испандық жас Серхио футболшы болуды 15 жасында қабылдап соңғы шешімге келді. Шешімді дәл соңғы сәтте қабылдайтын Рамос жасыл алаңда да интрига туғызғанды ұнатады. Дәл солай Серхио бірнеше мәрте Реалды жеңілістен құтқарды. Ең маңыздылары әрине Суперкубоктың финалында Севильяға, Эль Классикода Барселонаға және 2014 жылғы Чемпиондар Лигасының финалында Мадридтік Атлетико қақпасына. Жалпы дәл осыдан кейін Серхио соңғы минут деген лақабатқа ие болды. Көптеген футболшыларда жоғары білім деңгейіндегі диплом жоқ, ал Рамосты тіптен 28 жасына дейін орта білімнің аттестаты болмады. 2014 жылдың күзінде Серхио соңғы емтихандарын тапсырып, әрең дегенде 2004 жылы тастап кеткен мектебін тәмамдады. Флорентино Переске Серхио Рамосты Реалға сатып алуды ассистенттері, бапкерлер тіпті скауттер емес, танымал испандық әнші Хосе Мерсе ұсынды. Севильяның кезекті ойынын тамашалаған эстрада жұлдызы испандық жас таланттың ойынына тәнті болды. Осыдан кейін Хосе өзінің жақын досы Флорентиноға қоңырау соғып, екінші Мадиниді көргенін айтты. Серхионың да барлығыма сияқты жеке қызығушылықтары, хоббилері бар. Мысалға Рамос бос уақытында гитарада ойнағанды ұнатады. Ал футболшының өзінің сөзінше Серхионың ең басты қызығушылығы ат жарысы. Жазғы демалысының белгілі бір бөлігін испандық футболшы жеке ат спорты базасында өткізеді. Серхио Рамос татуировкалардың үлкен жанкүйері. Испандық центр-бэк барлық денесін әртүрлі тату суреттермен толтырып, бос орын қалдырмады. Футболшының денесінде арыстаннан қасқырдың, Майкл Джексонның, тіпті гоблиннің бейнесі салынған. Футболшының сөзінше бұның барлығы бекерден емес, өмірінде әлде қандай мағына беретін бейнелер. Серхио Рамос клубтық деңгейде 4-ші, ал ұлттық құрамада 15-ші нөмірде өнер көрсетсе де, ойыншының сөзінше оның ең сүйікті саны әрине 7-ші нөмір. Реалда көп жыл бойы 7-ші нөмірді Криштиану Роналду тақса, Қызыл Фурия жейдесіне 7-ші нөмірді Давид Вилля мен Альваро Мората бөлісті. Рамостың әрине сүйікті саны үшін кіммен болсын таласуына болатын еді. Алайда 7-ші нөмірде қорғаушылар өнер көрсетпейді, Милнердан басқа қорғаушылар әрине. Рамостың жасыл алаңдағы достары өте көп, алайда көпшіліктің пікірінше Серхионың ең жақын досы Месут Озил, түркиялық футболшымен Рамос ғаламтор желісі арқылы жиі хат алмасады. Ал көліктің чехолындағы және бейсболкадағы бір-бірінің инициалдары жоғарыдағы факты растайды. Серхио сияқты автокөліктердің үлкен жанкүйерінің автопаркі қарапайым болғаны үлкен қателік болатын еді. Серхионың гаражында құны $190,000 құрайтын Mercedes AMG G63, Porsche 911 Carrera S, Audi R8 Spider, Audi RS6, Aston Martin DBS және ретро көліктері бар. Үздік футболшыда үздік көліктердің болуы заңдылық емес пе?
stay on repeat like we can't shake shit. Келесіде қай футболшының өмірінен алынған тобын белгісіз фактілерді шығарамыз. Комментарийге ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Арнамыздың Instagram желісіндегі парақшасына тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында. What the sales be. Mama told me one day I'ma grow up big and I'ma be a king. And my papa told me it's okay to sit where shit hurts. Don't forget your dreams, cause they'll get you through this so-called life they call living, but I call it strange, and I bet I'll do it.